бұл жұмысты тағы да нетпеңдер, мынау ержан кімге серіжанға өкпелеген жігіттерді жинап жамандап жатыр деп жоқ. Мен тағы да айтамын, мен бұл тақырыпты көтермес едім егер серіжан бияшев саясат алаңынан шығып былықтыра бастамаса. Мысалы, мен естіп жатқан тартыстарына нем бар, өздері шешеді, өздерінің ақылдары өздеріне жетеді деп алдында ұстаным болған. Бірақ саясат алаңына шыққаннан кейін бұл басқа алаң. Мен айтқаным бар, тағы да айтамын, ешкімге мына қолынан келгенше мен күресемін, әшкерлеймін, ешкімге де мындай мүмкіншілік бермеймін. Мынау былайсы онсыз да зардабын шегіп жатқан халықтың 30 жыл мынау Назарбаев алдап, Тоқаев 3,5 жыл алдап жүр. Оның сыртында келіп мынау азаматтық қоғамға шығып, алаяқтар кіріп алдыға, мен оған жол бермеймін. Серікжаннан басқа, мен бірінші бұл бастап жатқан, Серікжаннан басқа да сатқандар бар. Өкінішке орай, біздің халық асып кеткен халық, оны мойындаймын. Бірақ мен сенемін, біз тазарамыз, тазартамыз қатарымызды. Мынау халық қалай болса да, қандай қиын, одан да қиын тығырыққа тіреген уақыттар болды, қазақтың тарихында шықты, бұл жерден де шығамыз. Мынау сүмелек Қотақаев деп кешегі анау депутат дұрыс айтты. Нақты Қотақаев бұл Қыртымбай, Кемел Шемелевич, мынау сорлық кейбіреулер, аңқаулар, республика партия, байтақ партия, оның үстінде мынау кімдер, Марғұлан Сейсенбай, Арман Шораев, басқа да жігіттер, қыздар арын сатып Тоқаевтың қасына тұрып жатыр. Сендердің бір түйір ақылдарың болса, сендер түсіну керексіңдер ғой. Бір түсінік бар. Нисходящая звезда дейді. Құлап баратқан жұлдыз. Ол құлап баратқан жұлдыз Путин. Путиннің тағдыры шешілді. Ол бұл тығырықтан шыға алмайды. Кеше ғана мынау юморист болып, сол Тимур Кулебаев түгілі қайсы болса да Қазақстанның бір қалтасы қалың жігіт өзінің тойына анау Зеленский деген сайқымазақты алып ақшасын беріп, 10 мың доллар, 5 мың доллар беріп, алдында билет кізіп, оны күлдіретіндей болып жүрген азамат, некий Владимир Зеленский Америкаға барды 21 желтоқсан күні. Қос палатасы, бүкіл жаңағы депутаттары, жаңағы Американың сенаторлары тұрып қарсы алып, шапалақпен, мінекей жас еврейдің жігіті, бұл жерде мен онда неге есепке аламын еврей басқарғанын. Себебі Америкада мінекей үлкен лобби еврейлердің. Міне жақында Путин қысылғаннан кейін, бүкіл қару біткеннен кейін Иранмен тіл табысты. Тіл табысып, Ираннан жаңағы дрондар сатып алды. Мен сонда дедім, қазір бұл жайып қалмайды дедім. Себебі Иранның басшылығы Израиль, еврейлер. Олар үнін шығарған жоқ. Бірақ мен білдім, олар қазір жай қалдырмайтынын, түбі Америкаға жеткізді. Мінекей қазір Америка ұстап тұрған бар, Патриот, басқа қарулар бермейміз дегендер. Ал мына Иранмен аужаласқаннан кейін, мінекей бұлар еврейлердің мүдделеріне үлкен кедергі. Себебі Иран бір мемлекет елде айтқан, Израильді жоқ шығарамыз. Атом қаруын жаңағы нетеміз да, өндіреміз да, Израильді жоқ қыламыз деді. Сөйтіп, мұнар қазір орыстармен аужаласқаннан кейін момент геополитикалық жағдай өзгеріп кетті. Американдар айтты, Зеленскийге кел деді, қос палата, республиканец, демократтармен қырылысып жүргенін қойып, бас қосып, мұна еврейдің жігітін Украинаның басшысын қабылдап, не керек? Мінекей 2 миллиард долларға қалтасынан аптеп берді. Мінекей қару 44 миллиард доллар келесі жылы тағы да қаражат береді. Қандай қару керек? Бәрін береді. Түбі, тағы да қайталайын, байланыс, цепочка, логический умозаключение дейді, логическая связь. Иранмен аужаласып, Ираннан беспилотниктер сатып алып, ал Иран орнына біріншіден сұрайды ғой. Ал еврейлердің жаман тұсы атом қарудың технологиясын береме деп. Міне осы клубокпен қазір шешіліп, Путин енді шыға алмайды. Болды, Путиннің тағдырына үлкен крест. Осы ахуалда, осы жағдайда біздің аңқаулар, мына зиялылар, нелер Тоқаевпен аужаласып, арын сатып. Мен түсінбеймін, Тоқаев өзі қалтақтап жүрген Путин оның жаңағы құдайы. Қандай ақылмен, қандай немен сіздер мына ойынға кірісіп жатсыңдар да? Бұлардың ойындары бәрі бір жылдың ішінде қазір ашылады. Сондықтан қазақ